Oh my god. Барлықтарыңа салам достар, сендермен бірге мен Мико және де Блейграша проекті. Тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай бүгінгі видеода казиноға барлық ақшамды тігетін боламын. Қадалдым ба, қадалмадым ба, бүгінгі видеода көретін болсыр. Және де көптеген тактикаларды қолдандым. Бүгінгі видео өте қызықты болды. Сол себептен бүгінгі видеоға лайк басыңдар. Және де менің арнамда 3000 подписчикке жеткізіп тастайық. 3000 подписчикте мен өте үлкен конкурс ойнататын боламын. Сол себептен тіркелмей көріп отырсаң тіркеліп қой, ал мен видеоны көп созбай бастаймын. Менімен бірге Блейграша проектін ойнағыларыңыз келсе, описаниеда Android және де iPhoneға жазылатын ссылкалар тұр. Ойынды жүктегеннен кейін Podolsky, яғни 87 серверге кіріп, чатқа /promo деп жазып, activate промокод, и сол жерге хэштегпен ағылшынша кішкентай әріппен Mikos деп жазсаңдар, сендерге күшті бонус беретін болады. Міндетті түрде қолданып кетіңдер. Ең бірінші лямдық ойын басталды, уже анимонды тоқтамай істей береміз. 4 секунд, 3 секунд и 1 секунд деп айтуға да болады. Мага деген адам ұтып кетеді. Сен амсың ба, ақшаға ойнап жатыр ма? Топылымсың ба, ақшаға ойнап жатыр ма? Бұл жоқ қосай ба? Келесі ойында да ойнап жатырмын. Бұл кезде анимал 7 секунд және де таймды 3 секундта қолданамын. Бұл тактиканы маған Telegram каналдағы подписчиктерім айтты. Бірақ бұл тактика істемейді екен. Ай, дауысып кетті. Шын айтып ше. Сонда ақша кетті. Шашым жылауға саяқ қалдым. Жаңа тактиканы қайттан орындап жатырмын деп айтуға да болады. Біреуге пас жердім, и сосын қазір бізде 2 секунд и 1 секунд. Бұл тактика тағы да істемейді екен. Ашума тимеш өзіне, Құдай үшін. Прошу тебя, слава Бога. Құдайдың құдіреті, слава Бога, Бога. Шыңыма тимеш амын шарттай шешенің. Қалтамда бір лям қалған кезде видео өшіп қалған, енді бір лямнан да қадалдық. Енді менің қолымда 198 рубль ғана қалды. Датоға келейін беттім ғой мен. Оңжармен арбасын. Ролтымның қордағысы бейтілім ғой. Итімен нан бердім, артынан өзін жеп қойдым. Ешкімді көргім келіп тұрған жоқ. Датоға тарып кеттім. Қазір менің қолымда 9 лям бар, уже V4 ойнап жатырмыз. Анем 45, хай деген жібереміз, короче, рука барлан жібереміз да. И 1 секундта қанат миллион деген адам ұтып кетті. Келесі ойында уже міне көріп тұрғандарыңыздай пас жіберіп жатырмын. Бұда да V4 ойнап жатырық. Бұда мен ұттым. Көріп тұрғандарыңыздай V4 ұтып кеттім. Келесі ойында пас тағы да жібереміз. Бұл кезде біз V5-тен ойнап жатырық. Бұл ойында мен ұтылып қалдым. Тағы да V5 ойнап жатырмыз. Уже 5 секунд пасты жібереміз және де өзіміздің рукамызды жіберіп қоямыз. Бұл ойында мен ұтылдым. Енді келесі ойында уже аним 45-ті қолдана береміз. И соңында казино Водман ұтып кетеді. Тағы да солай істейміз. Пас жібереміз, 11 рубль лақтырамыз. Если что, казино екеуміз тиммен ойнап жатырық. Бұл ойында мен ұтып кеттім. И содан кейін келесі ойында бізде тағы да сондай 11 рубльден жібереміз. И бұл ойында біз ұтылып қаламыз. Яғни казино Водман ұтып кетті. Ал келесі ойында уже 4 секунд, 3 секунд. Бұл ойында V5 ойнап жатырмыз. Бұл ойында басқа адам Евгений деген алып кетті. Ал бұл ойында бізде тағы да V5 ойнап жатырмыз. Аним 45 жасаймыз да, и Сава деген бір адам ұтып кетеді. Содан кейін тағы да V5 ойнадық, таймды қолданамыз. И сұрақ белгісі, бұл ойында өзім ұттасын ғой. 4.700.000 плюстамыз, қазір балигім 9 лям. Тағы да V5 ойнадық. И сұрақ белгісі, бұл ойында казино Водман, яғни тиммен ойнап жатқан адамын ұтты. Таймды қолданамыз, бұл кезде V4 ойнап жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай бұл ойында Сач па сол адам ұтып кетті. Жаңа балигім 9 лям болған, содан кейін мен V5-тен тағы да ұтып, короче, конки сатып алдым. Бір 12 лямға сатып алдым, оны келесі видеоларда шығаратын боламын. Қазір мен казинодан 1 лямға ойнап жатырмын. Бұл ойында Илья деген адам ұтып кетті. Уже конки мен ойнап жатырмын, балигім 7 лям, енді пас жібереміз, пей жібереміз, короче, 11 рубльден казино Водманға бердім. Бәрібірде бұл ойында ұтылып қалды. Келесі ойын V4-тен басталды, пасты жібереміз өзіміздің казино Водманға. И содан кейін оған 11 рубльден лақтырамыз. Қазір ол жеңіп кетеді деген ойдамын. Ол теңіп кетті 9 очкомен. Осылайша балигім 6 лям болып қалды. Бірінші серия осымен аяқталды. Ұнаса лайк басып кетіңдер. Әрбір лайк менің келесі видеома мотивация беретін болады. Келесі видеоны осы видео 100 лайк жинаған кезде мен шығаратын боламын. Сол себептен лайк басуды ұмытып кетпе.